Милет телеканалында хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөле мәлумат. Пайтақта байрам күнлері суағларында олған қазалар сықлашты. Бұақта Сунин Темелюв мевзусы бойынша кечірілген отырышта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабер етті. Байрам күнлері 6 марттан 9 мартқа қадар Ахмеджетте, Бақшасарай районда ве Ялта шерінде Сунин бағлы сынырланувлар алынған еді. Қазалар чоқ олды. Керчектен де біз ратлық күнлері Владимир Викторовичнен бағда болындық. Тек Ахмеджетнің осынде 25-тен зияде қаза юз берді. Иждешлеріміз сыңырдан чоқ жалыштылар. Амма сакинлерден мұражаатлар келмеге девам ете. Чүнки су аз. Құрықлық вақтында бір ерден су ақып тұрса, бұл еркезні ратсызлар. Ишіміздің семерелігіні көтермек керек. Ахмеджеттің су анбарлары толып башлады, амма андан суны тек қазаларыны тамир еткен вақытта ишлетежеклер. Бұақта Сунин Темелюв мевзусу бойынша кечірілген отырышта Вода Крыма Муйсесенің мудирі Владимир Баженов хабер етті. Мартның онында яны бір насос да чалыштырачақ, о Қырымнан ғарбында ерлешкен қойларындаки суны чекмеге ярдым етежек. Фароз бақшасының ерлерінде текленілген бала лагерінің құрыжылығы қанун бойынша алып барыла ерлі сәкенлер үшін пляжлар қапаттылмайжақ, қола олажақ ерні екі кереге азлаштырдылар ве биналарға тараф чектілер. Енді құрыжылық үшін 8 гектар еріне тек 3 гектар қорланған ешлер біткен соны се құрыжылы тереклерде сачажақлар. Мен белесем, біз бүгін бұтын суаллерге жевап бердік. Прокуратура көтерілген меселелер бойынша тешкерув кечере. Жевап иледе олажақ. Амма кенеде қайдетмеге істейім, лагерінің құрыжылығы қанун бойынша алып барыла. Йоқ етілген тереклер бойынша. Құрдырыжы месулиетіні аңлай. Қарар қабыл етілді. Бір йоқ етілген терек еріне 5 дане айны ойле терек сачылажақ. Иждешлеріміз де бақчаны güzel олғаныны істейлер. Эм бақчаға, эм пляжға рат кечмеге мүмкін олажақ. Сыңырланув йоқ. Бұтын олған меселе бұл. Эфирде 30 даққа ве актуаль сөйлерге жеваплар қырымлыларыны ратсызлаған esas меселелер репатриантларының ерлешмесі, су проблемалары, коронавирус ве федераль мақсатлы программа. Бұл мевзулар бойынша Милет телеканалында ачық суббет программасында Қырым Жұмхуриеті Везерлер Шурасының рейсі Юрий Гацанюк эксклюзив интервью берді. Оны 10 мартта ақшам саат 8-де серетіні тәфсилатлы және бетекелеп қымызда. Камералар сесве ишықлар доғыртыла. Милет телеканалының студиясында эфирге азырланалар. Ачық субет программасында Юрий Гацанюкнен интервью кечірілежек. Мевзулар чоқ ве пек мұйым. Ама заманки кыбы вақыт аз. Бізде мұсафірлікті Қырым Жұмхуриеті Везерлер Шурасының рейсі Юрий Гацанюк болына. Мераба, Юрий Михайлович. Студиямызға хош келдіңіз. Бірінші веса суалерден бірісі бұл Қырым сакинлеріні сувнен темин етмектір. Бұл суал Русия президентінің шақси незареті алтында болуна. В этом плане у нас работы ведь. Бұл меселеде бұтын ішлер президентіміз язған тедбірлер бойынша алып барыла. Әршей вақтында япыла. Оның үшін су қытлығы олған ерлерде әршей яқшы олажағына еминім. Федераль мақсатлы программа бойынша құрылған объектлерді диққатсыз қалмады. Бұл бала бақчалары, мектеплер, реабилитация олған гражданларға евлер, амбулатория вефаплар. Қырым татарлар топлы яшаған ерлерде алып барылған құрыжылықлар ақтада субет еттік. Самое тщательное внимание правительства Крыма. Қырым акимияты Қырым татарлар насыл яшағаны меселесіне бұйық диққат айыра. Ветек оларның проблемлеріне дегіл. Епсі милетлерінің меселелері бақыла. Сіздің тақымыңыз ақтада яқшы сөзлер айтып, ішлеріңізде муафақиетлер тілемеге істейім. Акимет Қырымның esas проблемаларының насыл чезе екен. Жеваплар ачық субет программасында янғырajақ. Мен белесем бір Қырымлы меракланыр. Біз су проблемасыны коронавирус, федераль мақсатлы программа меселесі бойынша субет еттік. Велбетті Қырым татарлар топлу яшаған ерлердегі проблемалар насыл чезілгені ақта лаф еттік. Юрий Гацанюкнен ачық субет яйны 10 мартта ақшам саат 8-де. Қачырманыз. Айша Шулакова, Линуза Борсейтова, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Ерлі сәкенлеріні қорқытқан ел талебелерге ер етішмеген милли мектеп ве 2 елдан зияде құрылып бітмеген бала бақчасы. Бұл проблемалар Құрман райондаки Албаш Қонрат ве Бұйқонлар көңілерінің сәкенлеріні радсызлай. Тәпсилатлар не беті келіп қамызда.
Bir kaç yıldan beri kurulgan bala bakçası. Bu bizim belamız. Bizde balar pek çok. Koy şorası balaban. Капалы кора артында ерлешкен йыкынтыларның килет алтында булунмасы Алла Малюк үчүн алышыклы манзара. Уч торыны олган бита оларны энди yerli бала бакчасына алып баражагына ишанмай. Оны да 2 ел эвелсе ачмак керек эдилер. Амма виждансыз тыш хизметчи ишлерни тек 3тен бирини бежерди. Балар 2-3 sınıflarga keçtiler. Bazıları Alabaş, Konrad ve Digir köylерден. Biz de 4 koznen bekleymiz. Reberler tış hizmetçiler denişe amma işler yürmey. Федераль максатлы программа боюнча курулган объект бу 280 ерлик бала бакчасы. О битсе Алабаш, Конрад ве Буйконлар көйлеринде бала бакчаларына олган сыра капалачак. Соңки көйдө Исмаил Гаспринскийнин адыны ташыган мектеп ерлеши. Бу Кырымда ачылган 1-нчи милли мектептир. О кечкен асырынын 90-нчы сенелеринде ишке түшүрүлгөн эди ве але да өз популярлыгыны жоймады. Аман-аман 350 бала 2 сменада окумага мечбурлар. Мектеп бинасында ерлер жетишмей. Талебелер сыгмасы үчүн эр бир сыныфка кошма ролелер коялар. Ләкин бу проблемаларның тек ярысы. Bizim mektebimizde sport ve aktivite zallarımız yok. Onun için beden terbiyesi dersleri azbarda, sıcak olganda azbarda geçirilir. Ama soğuk olganda bizim hocalarımız talebelerinin beraber sınıfta oturarlar. Aktivite zal meselesi de pek kıyın. Çünkü pek çok tekbirimiz geçiyor ama biz aktivite zal olmağını için biz sınıfta оларны keçiremiz. Бу проблема яны бина курулуунен чözülmesi мүмкүн yerli меморият куручулукка ер айырды. Алабаш Конрад көйнің сәкинлеріне есе мектепке да барып етмек керек. Көйнің русска адлы баш соқағы қалдырымсыз. Бала ве буйклер аятларыны хав астына қойып, yol kenarынан кетелер. Her gün tükkanға çıkamız. Torunlarını mektepke ozgaram. Birisi 5-nji, ikincisi 8-nji sınıfta okuylar. Bütün bu vakit içinden biz balalarını toplanıp ozgaramız. Ya da özlerimiz çaresini tapamız. Pek kasevet etemiz. Көй проблемлерinin çözmege yardım etmesi için yerli cemaatçılar Ruslan Balbekке müracaat ettiler. Devlet Dumasının mebusu yardım etmege söz berdi. Илледі профиль идарелерінен бағланырым, жемаатчылықнен көрішерім. Ерлі акимиет Лиля Дилаверовнаның темсілінде бізге қол тута. 3 hafta içinde olğan problemler boyunca leyha kararları çıkarılacak ve cemaatçılık toplaşıvında bakılacak. Ayşe Şulakova, Elmas Ablakimova, Alim Seydaliyev, Millet için Kurman rayonu. Бақчасарайда Подгорная соқағының тамиры башланды. Мында yapılacak işler için Cumhuriyet бюджеттен 25 milyon рубль айырылды. Тамират июнь айында бетмек керек. Айны bu вақытта мында яны шер маршруты қатнап башлайжақ. Тәфсилатлар Ленуза Бурсейтовада. Бақчасарайның Подгородния соқағында техника сеслері 3 haftadan beri тынмай. Тамират için Cumhuriyet бюджетінден 25 milyon рубль айырылған. Uzunluğu 2 kilometrden ziyade olған соқағының bütünley kaplamasını dengiştirecekler. Ivan Mayorov kenar taşlarını yerleştire. Onun айтқанына көре, işda çok ama grafikten артта қалмақ yok. Şimdi biz azbarlarga kirmege yerler kaldıramız. Adamlarga kırıp çıkmağa onaytlı olmak gerek. Yerli sakinler boyli dengişmelerge tek kuvanalar. Ayder Kurtnezirov bu sokak boyu kun katnay. Bugün jayav kete, ama ekseriyet maşnada keçe. Yol onaytlıca olacağına umut ettim. Tavrida yolu bütün xoralangan. Onun için epsi sakinler bu yerden keçi. Pek onaytsız. Mında pek çok çukur var. Yol Sovetler devrinden beri yapılmagan galiba. Yolunu kengleştirip normaga yetkizecekler. Tamir işleri bitken soң ise bu sokak boyu yanı şehir marşrutu katnap başlayacak. Bu yol şehir ve mikrorayonunu bağlayacak. Avtobuslar demir yol köprü tübünden keçip olamay. Onun için olar Tavrida trassasındaki aylanma yol boyu katnayacak. Bu sebepten biz böyle yol yaptırdık. Mında kaldırım ve yol kaplamalarından gayrı kenar taşları ve koralar da dengiştirilecek. Bu yılı Бақчасарайда 8 kilometr yolunun tamiri planlaştırıla. Ленуза Бурсейтова, Азиз Неметулаев, Millet için Бақчасарай. Dünyada birinci kadın Türk Müslüman alim Inisvan, yani Kadınlar Dünyası adlı mecmuanın çıkına 115 yıl toldu. Mecmuanın muariri Ulu Marifçi Cemaat Erbabı İsmail Gasprinskiy'nin kızı Şefiha Gasprinskaya'da юбилейі nasıl geçkenini akta Lila İslamova tarif edecek.
Бақча сарайдаки Кырым татар китапханесінің залында қала балық, жемаат эрбаплары, журналистлер, филолог ве очалар дунянын бірінші қадын түрк-мусульман Алема Нисван адлы мечмуасының 115 йыллығыны қайт етелер. Мусульман қадынларына маариф ішлерінің кечірмеге Исмаил Гаспринский қарарлаған еді. Мечмуаның илк саны 1906 сенесі басылған еді. Маарифчи осип келе яткан неселінің кележігі қадындан, анадан, оның тәсілінден бағлы олғаныны анлайды. Мечмуаның баш муариры оның қызы Шефика Султан Гаспринская олған еді. Мечмуа айны тәржіман газетасы кібі қадынларының аятында балабан роль ойнады. Чүнки оларның ақлары тапталайды. Шефика Гаспринская өзі бұтын өмір қадын ақларыны құрчалап келді. Алема Нисванның сон саны 1911 сенесі басылған еді. Ама Шефика Гаспринскаяның ішіні енді 10 елдан берлі Лентара Халилова девам ете. Шефика Гаспринская муарир еді. Біз мечмуамызның бір санында бұл эфсаневи қадын ақта чоқча язмаға тырышамыз. О бұтын өмір қадынларының ақ оқуқларыны құрчалап яшады. Қадынларны медениетлі ве білгілі олмалары үшін чоқ үш кечірді. Тедбірнің esas бір қысмы Нағышлы Фес адлы Кырым татар амели санат сергесіне бағышланды. Мында Шефика Гаспринская ве оның анасы Зухра Акчурина айт олған феслерінің копиялары тақдим етілген. Олар қадифе үстінде ан-аневи мықлама техникасында нағышланған. Мен бұл тәдбірге келген әпсі мұсафірлерімізге хош келдіңіз дейім ве кезіне келе атқан қадынлар байрамынен хайырламаға істейім. Байрамы яш несел ве эбедиет ансамблерінің чықышлары ярыштырды. Лилия Ислямова, Максим Голубев, Миллет үшін Бақча сарай. Білесізмі, он насыл егитеді. Февзи Якубов адына Қырым Мойндеслік ве педагогика университетінде Юрий Гагаринның доған күніне бағышланған фотосергі açылды. Оның ады совет илімі ве техникасының ғалебе темсалі жесүрлік ве егітлікнің синонимы олды. Ефсаневи инсан мили қараман миллионларнен адамның ғұрыры. Бүгін бірінші космонавт 87 яшыны толдырacak еді. Я очень рада, что студенты... Мен студентлеріміз тарихке бақып, Гагаринның аятынен меракланғанларына пек қуванам. Олар космосқа көтерілген бірінші адамны хатырлағанлары пек файдалы олур. Тедбірні Февзи Якубов адына Қырым Мойндеслік ве педагогика университеті ве Кубанин достлық жемиеті тешкелеттілер фотосергі 9 апрельге чалышачақ Юрий Гагаринге бағышланған бір сергі да Франко адына китапханесінде açылды. Мұнда сержелер бірінші космонавтның аяты ве айлесіне бағышланған тарихи фотоларını көрділер. Сейчас мы здесь, помимо того, что Біз шымды мында мерақлы сергі бақмақтан ғайры да насыл етіп, бала, юнармеец ве кадетлерні кетіре білмек екен деп түшінеміз. Сергіде біз Юрий Гагаринге бағышланған экспозициянен таныш олдық. Мешур шайырлер оқылды ве шайырның әбедесіне чечеклер қойылды. Ахмеджете Тарас Шевченковның 207 елығыны ғайтеттілер. Бөлі тедбір ел Қырымнан Украин, Беларусь ве Рус жемиетлерінің іштірагненен кечірілі. Это действительно очень важный. Букерчектен де муим бір күн. Біз бұл тедбірні Жұмхуретте үкім сүрген сынырланувлар черчевесінде кечірдік. Белки оның үшін де адам пек чоқ дегіл. Ама біз Тарас Григорьевичны хатырладық, оның ширлеріні оқыдық. Біз телеканалымыздың хадимлеріне бағышланған левхаларымызны девам етеміз. Бүгін бір видеоматериаларға аят берген ве керек ритмнен темин еткен инсаннен танышырacakмыз. Бізім кадр арқасы адлы дайми рубрикамыздың қараманы режиссер-монтажчы Эрвин Кучеров уақта Сылтыне Ситакаева тариф етежек. Бір левха фильм яда программа чекімлерден сон монтаж басамағыны кече. Бір чықарылған парча бағлана. Режиссер монтажның заметлі ішіні саанады сірі падламақ мүмкін. Режиссер монтажчы Эрвин Кучеров неббетеки хаберлер левхасыны дырял вақия олып кешкен сон топлай. Бұл іште ona тез реакция ве иш тәжірибесі ярдым ете. Амма хаберлер бөлігінде о аз чалышты. Хаберлерде де чалышам, амма бұл башқа иш. Мында иджат азжа, амма тезже чалышмақ керек. Хаберні не қадар тез топласан, о қадар яқшы. Эрвин тәсілі бойынша иқтисатчы ве монтажер. Ода студентлік вақтында ненен оғрашмаға істегеніні аңлады. Озының иджади имканлары
балаларыны Милли телеканалында ачты. Onun профессиональ фаалиеті Балаленд адлы бала программасындан башланды. Эрвиннің айтқанына көре, балалармен çalışмақ тек техник белгілеріні дегілді, кичкенелерге янышма юлларны да талап еті. Азыр мысыңыз? Оқыңыз. Левхадан башлаймыз. Үч шейге сонсуз бақмаға мүмкін. Олардан бірісі бұл балаларнен кечірілген іштір. Оларның өскенлеріні көрмектір. Монтаж әрбір левха ве программаның юрегідір. Бұл кадрның арқасында қалған ұзын ве қиын процесстір. Амма команда іші, ішдешлерінің доғры ве профессионал янашмасы Эрвинге ичі жаныны сықмаға вақыт қалдырмай. Эрвин универсаль мутехассыз. О линейный монтажны да огренді. Жанлы эфирде телеканалымызның ең esas без обмана адлы ток-шоусыны чықармаға ярдым ете. Өзіні топламақ керексін. Әр шей тынч, әр бір камера азырланған. Ғайрыдан язуф йоқ. Оның үшін не сенде, не алып барыджыда хата yapmaға ақ йоқ. Эрвинні Қырым табиатына, ана тіліне ве халқына олған сонсыз sevgisi профессиональ жейттен илхамдыра. Миллет бұл өзімні кереклі олғанымны дұйған ер. Бұл екінші евім. Мен мұнда атта чоқша вақыт кечірем. Ішдешлерім ве мұйт мен үшін бұйық емиет ташы. Эрвин Миллет адлы буюк ве достане айленің гүзел мутехассысы. Оның esas вазифесі өз ішіні яқшы yapmaq, әрбір левханың манасына аңлатмақ ве тарихны тариф етмектір. Султанес Такаева, Эльмас Аблакимова, Асан Ибрагимов, Асан Зивадинов, Аким Бекиров, Азиз Неметулаев, Миллет үшін. Шымдaki dakikaga bu haberlerinin hepsi de kelecek yayınımızdan kaçırmanız.